Қайырлы күн оқырмандар, бұл видеода сіздерге таңертең аш қарынға бір стақан жылы су ішудің орасан зор пайдасы туралы айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Ең алдымен ағзаңыз тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса, жүйелі түрде су ішу бұлшықеттердің жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Екіншіден, адамның көңіл күйі жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да әсер етеді. Су жүйке жүйесіне де жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады. Сонымен қатар адамның ұйқысын да ашады. Үшіншіден, жүректің жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең көп тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және де инсульттың қаупін төмендетеді. Төртіншіден, асқазан ішек жолы ауруларының алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбінесе асқазандағы жоғары қышқылдылықтың есебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сонымен қатар зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазанның жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау өте маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ға дейін арттырады. Алтыншыдан, тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұруы маңызды рөл атқарады. Әйтпесе, тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан су ішу арқылы терінің жағдайын жақсартуға болады. Жетіншіден, шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негативті түрде әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Сегізіншіден, бүйрек ауруларының алдын алады. Бүйректегі сау болу үшін ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның есебінен бүйректе болуы мүмкін минералдар сұйытылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулардың пайда болуының алдын алуға болады. Тоғызыншыдан, иммунитет нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Біз кей жағдайларда ағзаны тазалау үшін немесе арықтау үшін, яғни артық салмақтан арылу үшін дәріханадан түрлі дәрілер сатып аламыз немесе ғаламтордан тиімділігі дәлелденбеген дәрілерге тапсырыс беріп жатамыз. Бірақ бұған көмектесетін құрал бәріне қолжетімді және де кез келген асханадан табылатынын кейде ұмытып кетеміз. Күн сайын таңертең аш қарынға бір стақан жылы су ішу, яғни ол сіздің күні бойы көңілді жүруіңізге де әсер етеді. Таңертең аш қарынға жылы су ішу бұл құпия кезінде біздің апа-әжелерімізде қолданған. Қарапайым қара суды таңертең аш қарынға ішу ағзаға айтарлықтай пайдалы екен. Егер сіз асқазанды және ішекті зиянды заттардан тазартып, жүдететін диеталарсыз-ақ арықтап, артериялық қысымды реттегіңіз келсе, сонымен қатар теріні безеу мен майлы жылтырдан арылтқыңыз келсе, аш қарынға жылы су ішуді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Сарапшы мамандар судың осындай емдік қасиетін жақсы түсіндірген. Олар ішек қабырғасына бір түннің ішінде ас қорытудың қалдықтары мен улы заттардың, шырыштың жиналып қалатынын анықтаған. Ал таңертең аш қарынға бір стақан ғана жылы суды ішу, оның барлығын шайып жіберетінін анықтайды.
Нәтижесінде асқазан ішек жолдары төмендетіліп, өз жұмысын бастайды және тазартады. Ең маңызды ескеретін жағдай, біз бұл жерде қайнамаған суды жылытып ішуіміз керек. Себебі қайнау процесі кезінде судың пайдалы қасиетінің барлығы жоғалады. Ал ағза мұндай өнімді толығымен сіңіре алмайды. Алайда ірі қалалардағы су құбырларының сапасының жақсы еместігі, кейде оны қайнатпай ішудің денсаулыққа қауіптілігін де ұмытпауымыз керек. Мұндай жағдайда заманауи сүзгілерді қолдануға болады. Немесе дүкендерде сатылатын ауыз суды қолдануға болады. Әлемде ұзақ өмір сүруімен әйгілі болған жапон халқы әр күнін оянған соң аш қарынға бір стақан жылы су ішуді әдетке айналдырған. Көптеген зерттеулер аш қарынға ішілген су ағзадағы метаболизм процесін іске асырып, ағзаны нығайтып қана қоймай, көптеген созылмалы ауруларды емдеуге көмектесетінін растайды. Адам ағзасының 65% судан тұрады. Ғалымдар аш қарынға ішілген бір стақан жылы судың ағзамызға орасан зор пайдасын нақты атап айтқан. Алайда зерттеулерге сәйкес, жалпы адам денсаулығын жақсартудың әсерінен басқа судың ағзаға тигізетін емдік қасиеттері де бар. Аш қарынға жылы су ішу Қытай халқының да дәстүрлі іс-шарасының бірі болып саналады. Қытайда аш қарынға ең алдымен жылы су ішу міндеттелген. Тіпті олар шайды жүрген жерлерінде термосқа құйып алып жүретінін де байқауға болады. Сонымен қатар кез келген мейрамханасынан қайнаған су сұрап ішуге болады. Бұл олар үшін үйреншікті жағдай болып қалыптасқан. Қытайлардың түсінігінше, бір стақан жылы су ағзадағы зиянды шлактар мен токсиндерді шығарып, иммунитетті нығайтады, көңіл күйді көтеріп, зат алмасуды жақсартады. Арықтауға көмектесіп, ісікті кетіреді. Бұдан бөлек, жасаруға да септігін тигізеді. Ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Адам ағзасының ішкі температурасы 38 градусты құрайды. Сол себепті де салқын немесе бөлме температурасындағы суды ішкенде ас қорыту жүйесіне ауырлық түседі. Себебі ағза суды 38 градусқа дейін жылытуы керек. Бір сөзбен айтқанда, жылы су ағзаға өте пайдалы су болып саналады. Адамның ішек жолдары ол адам ағзасындағы иммунды мүшелердің бірі болып табылады. Жылы су оның жұмысын жақсартып, үнемі тазартып отырады. Сонымен қатар, жылы суға қажетті нәрлі заттарды тасымалдайтын лимфа жүйесінің жұмысын да жылдамдатады. Мұның иммундық жүйе үшін пайдасы өте зор. Сонымен қатар, жылы суды кімдерге ішуге болмайды? Асқазанында ойық жарасы барлар немесе гастритпен ауыратындарға мұндай жылы суды ішпеген дұрыс. Оның орнына ол кісілер қайнаған су немесе бөлме температурасындағы суды ішкені абзал. Ақпарат пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.